Онлайн ойында тиісуден қорғана біл. Жасөспірімдерге арналған ережелер. Басқа балалар сияқты мен де онлайн ойындарда көп ойнаймын. Ойыншылар әлемнің түпкір-түпкірінен жиналады. Ол өте қызық. Бір күні маған басқа команданың ойыншысы жазды. Басында бәрі жақсы болған. Ойын ойнап, түнге дейін әңгіме айтатынбыз. Сосын ол суреттерімді сұрайтын болды. Басында жай сурет деген, кейін бір түрлі қорқынышты нәрселерді сұрай бастады. Мен жоқ деп едім. Ол ешкімге айтпауымды сұрады. Кейін жалынып қорқыта бастады. Мен қорқып кетімде ата-анама айттым. Олар мені қолдады. Онлайн ойындарда да балаларды аңдитын қылмыскерлер болатынын айтты. Басында өз қатарласың сияқты хат жазып достық ұсынады. Кейін манипуляция жасап, бопсалап, жеке ақпаратыңды алуға тырысады. Олар мыңдаған шақырым жерден зиян келтіре алады. Есте сақта, онлайн ойындағы қауіпсіздік ережелері. Өзің туралы, отбасың туралы ақпаратты ешкіммен бөліспе. Қайда оқитыныңды, қайда баратыныңды ешкімге айтпа. Жеке суреттеріңді ешкімге жіберме. Банк картасының деректерін, құпия сөздерін, SMS кодтарды, мекен жайларды берме. Офлайн кездесуге барма. Есіңде болсын, сүйкімді аватарканың ар жағында кез келген адам болуы мүмкін. Желіде біреу қорқытса, немесе бірдеңе талап етсе, бірден ата-анаңа айт, немесе мұғаліміне айт. Ойынды қауіпсіз жерге айналдыр. Өзіңді цифрлық ортада қорға.